Наданның жазғаны қараңызшы. Не де жазған? Орыс құлмын, шаманның көтін жылаймын десе, иттің баласы деп жазған. Көрдіңіздер ме? Біздің білім қалай артып бара жатыр қазақтарда. Осындай деңгейге дейін түсіп кеткен. Мен жазғаным сонда алдыңғы постта. Мен құл емеспін. Мен ұлтымды бірінші орынға қоям, тілімді бірінші орынға қоям дегенге жазған пікірі осындай. Қазақтар, ояныңдар, қайда бара жатсыңдар? Мынау не нәрсеге жатады? Не сауаты жоқ мына жазған адамның, не білімі жоқ. Қай мағынада жазылған нәрсе екенін ұнамай ма, өтіп кетуге болады. Бірақ мынандай пікір қалдырған үшін мен жерден аса түсіп кететін едім, ұялғанымнан. Не деген мынау, қараңызшы. Сонда қандай деңгейге дейін түсіп кеткенсіңдер, қазақтар, осындай жазатын қазақтар, осындай ойда жүретін қазақтар, қандай деңгейге түсіп кеткенсіңдер. Өздеріңнің ұлтыңды, тіліңді, салт дәстүріңді бір орынға қоймасаңдар, сендердің деңгейлерің біткен ғой осымен онда. Мен ондай адамдарды білмеймін енді. Не деп айтатын ондайларға да. Ащы сөздер айтқым келеді. Бірақ өзімді сендердің деңгейлеріңе дейін түсіргім келмейді. Соны естіп алыңдар. Ал басқалап ойлайтын қазақтар, білімімізді арттырайық, біліміміздің сапасын көтерейік. Әрқашан аман болайық, қазағым. Ұлтты, тілімізді, салт дәстүрімізді бір орынға қойайық. Қайда болсақ та аман болайық.